Бала мектепке бара жатыр. Рюкзагы арқасында көңілді күлімдеп келеді. Жолда достары оны тоқтатып энергетик ұсынады. Балалар қуанып күліп тұр. Бала алғаш рет энергетик ішіп көрді. Бірден көңілі көтеріліп, өзінді ерекше сезінді. Ол қатты қуанып секіріп ойнап жүр. Энергиясы асып тасып жатқандай болды. Бірақ көп ұзамай жүрегі тез соға бастады. Ішінде бір түрлі алаңдаушылық пайда болды. Сабаққа келгенде бала зерігіп тыныш отыра алмай қалды. Көңілі түсіп кетті. Көзі шаршап, энергиясы тез таусылып бара жатыр. Денесі әлсірей бастады. Жүрегі өте тез соғып тұр. Бала өзінен өзі қорқа бастады. Ол өзін нашар сезінді, басын ұстап, орындықта еңкейіп отыр. Осы кезде дәрігер энергетиктің денсаулыққа қаншалықты зиян екенін түсіндірді. Бала оянып, енді денсаулығын дұрыстауды шешті. Ол кітап оқып, дұрыс тамақтана бастады. Суды көп ішіп, демалып, ағзасына жақсы күтім жасады. Дене қуаты қайта қалыпқа келді. Бала қайтадан күлімдеп, өзін жеңіл сезінді. Достары да оның жақсы өзгерісін көріп, суды бірге таңдады. Бәрі бірге ойнап жүр. Бала спортпен айналысып, табиғи энергия алғанын сезінді. Ал кешке ол тыныш, тәтті ұйықтады. Экранда энергетиктің зияны мен дұрыс таңдау салыстырылып көрсетіледі. Бала дұрыс өмір салтын таңдағанына қуанып, өзімен мақтанып тұр. Энергетик зиян. Су табиғи, пайдалы және қауіпсіз. Ал сен ше? Дұрыс таңдау жасап, өз денсаулығыңды қорға.